Құрметті оқушылар мен тыңдармандар, бұл сабақтар қашықтықтан оқытуға негізделгенін ескертемін. Үшінші тапсырма. Мәтінді тыңда. Қандай сөздер қажет екенін дәптерге жаз. Қазақстанның болашағы, бүгінгі ұрпақ бізбіз. Тәуелсіз, егеменді елде тұрамыз. Бұл тәуелсіздік бізге оңай келген. Ұлан байтақ жерімізді аман есен сақтап жеткізді. Сол біз оларға қарыздармыз. Олар салып қорғап, күресіп, сақтап қалды. Оны болашақ ұрпаққа сақтап жеткізу міндетіміз. Қазақстан жылы желтоқсанда өз егемендігін әлемге жариялады.